Сәлем, домбыраны жақсы көретін сүйікті менің оқырмандарым. Егер домбыраны менімен бірге үйренем десеңіздер, парақшама тіркеліп қойыңыздар. Жақында Түркістанды көргім келеді жобасының 2-ші маусымына қатысқан болатынмын. Дәл сол кезде Түркістан әнін орындаған болатынмын. Ал есімізге түсірейік. Ал бүгін сіздермен дәл осы каверді домбырада үйренетін боламыз. Дайынсыздар ма? Кеттік! Домбыраны жаңадан бастап жатсаңыздар, мына нүктелерге назар аударамыз. Домбыраны алғаш үйреніп жүрсеңіз, онда сіздерге шертіп ойнаудың қажеті жоқ. Ең ыңғайлы, ең оңай әдіс ол тек қана бас бармақпен төмен қағыста ойнау. Ал үйренеміз. Бас бармағымызды төмен қарай бір қағыс қағамыз. Төмен, бірінші саусағымыз бірінші нүктеге төмен. Көрші пернеге бір саусақпен төмен, 5-ші саусағымыз 3-ші нүктеге төмен, және 5-ші нүктеге төмен, ортаңғы саусақ. Қанекей, тағы да қайталаймыз. Төмен, 1, 5-ші саусақ. Қайтадан 5-ші саусақ 5-ші нүктеде, ортаңғы саусақ 5. Енді төмен қарай түсеміз, 5-ші саусаққа 6-ші нүктеге. 1, 2, 3, 4. Қанекей, тағы да қайталаймыз. 6-ші нүктеде 5 саусақ. 1, 2, 3, 4. Бірінші саусағымыз 4-ші нүктеге. Ортаңғы саусақ 3-ші нүктенің астына. 1, 1, 1. 5-ші саусағымыз 5-ші нүктеде. 3-тің астына. 3-ші нүктеге ортаңғы саусақпен. 2, 3, та. Қанекей, тағы да қайталаймыз. 2-ші нүкте. 3-ші нүкте. Екінші мәрте дәл осы мотив қайталанады. Төмен қарай түсеміз 6-ші нүктеге. Бір саусақ. Енді 5-ші нүктеге 5 саусақ. 3-ші нүктеге. Соңы 5-ші нүктеге аяқталады. Видео сабақ сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз бен түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийде қалдыра отырыңыздар.